Үлкенге десіз, кішіге десіз, үлкендерді құрметтеп, бас иеміз біз. Жарайсыңдар балалар. Жылдың қай мезгілі? Дұрыс айтасың, көктем мезгілі. Ал енді көктем мезгілінде неше ай бар? 3 ай бар екен, иә? Ал енді осы көктем мезгілін атайықшы кәнекей. Наурыз, сәуір, мамыр айы екен, иә? Балалар, көктемде тіршіліктің бәрі оянып, құстар жылы жақтан ұшып келеді, жердің бәрі көгеріп, жапырақтар, талдағы жапырақтар бүршік атады. Табиғат сондай керемет болады. Балалар, бүгін біз бүгінгі сәрекетімізде әженің жайлауға қонаққа барамыз. Әжеге қонаққа барамыз ба? Ой, сәлематсыңдар ма? Амансыңдар ма балалар? Сәлематсыз ба? Ой, қандай жақсы балалар екенсіңдер. Сәлематсыз ба әже? Бүгін мына көктем мезгілінде тіршілік атауын бәрі оянып, табиғат сондай әсем болғанда сіздің жайлауға біз қонаққа келдік. Ой, айналайын, жарайсыңдар. Міне балалар, біз өзіміздің қазақтың ою өрнектерімен сендерді таныстырып өтейін, не қарақтарым? Танысамыз ба балалар? Танысайық. Қараңдаршы балалар, біздің қазақтың ою өрнектері қандай әдемі болған. Міне, бұл қошқар мүйіз. Қошқар мүйіз дегеніміз ол қошқардың мүйізіне ұқсайды екен, ежелгі ата бабамыз осы қошқар мүйізден, түйенің табанынан оюлар жасайтын болған. Міне сол оюларды біздің ата бабамыз, қараңдаршы балалар, өздерінің міне отырған, өздерінің киіз үйлеріне, одан төсеп жататын, бастарына қойып жататын міне жастықтарына, міне қараңдаршы балалар, балалар жататын міне бесікке де көп көрген екен. Біздің қазақтың ою өрнегі өте керемет, өте бай халық біздің қазақтың ою өрнегі. Қараңдаршы міне бас киімде де орналасқан осы қазақтың ою өрнектері. Балалар, былай міне көйлекте де міне көйлекте де әдемі. Ұлттық көйлек екен, иә? Қазақтар киеді. Міне ерлердің шапанында да бар екен. Балалар, бұл қазақтың ою өрнегінің өте мағынасы көп балалар. Бұл деген, қараңдаршы міне, 4 міне қошқар мүйіз бар екен. Бұл 4 қошқардай ол тап деген мағынаны білдіреді екен. Заңғар балам. Ойын былай қарай көп көреміз. Бауымызды өткіземіз. Салихан, сен не тігіп жатырсың? Қоржын тігіп жатыр екенсің, жарайды. Қарыңыз, ою қалай аталады? Қошқар мүйіз. Қошқар мүйіз, дұрыс айтады, қошқар мүйіз деп аталады. Олай да қапсың, иә? Жарайсың, өте керемет тігіп жатырсың. Ұсақ қол моторикалары. Енді астынан алып тігеміз. Астынан алып тігеміз. Өте керемет болып жатыр, иә? Керемет болып жатыр. Ал балалар, мінекей, бүгін біз әжейдің ауылында көптеген ою өрнектің түрлерімен таныстық, иә? Әжей бізге ою өрнектің түрлерін, қаяқтан алынатын бәрін түсіндіріп берді, иә? Және де біз әжеймен бірге жұмыс жасап, қандай әдемі текемет тіктік, иә? Ою өрнекті текемет тіктік, дорба тіктік, қоржын тіктік. Жарайсыңдар балалар, сендер өте жақсы пысық балалар екенсіңдер, қолдарыңнан бәрі келеді екен. Қараңдаршы, міне бәрін әдемі қылып тігіп бердіңдер. Ал енді біз енді топқа қайтатын уақытымыз болды. Әжеге рахметімізді айтып, сау бол дейік, иә? Сау болыңыз, біз топымызға қайтамыз. Сау болыңдар балалар. Міне, біздің қазақтың ою өрнектерін ұмытпай жүріңдер, келіп тұрыңдар, сау болыңдар қарақтар. Ал балалар, міне біз әженің жайлауына ою өрнектермен танысып келдік, соның ішіндегі қошқар мүйізімен өте кеңірек таныстық, иә? Міне алдарында қошқар мүйіз тұр және асықтар тұр, иә? Біздің қазақтың ұлттық ойындарын ойнайтын асық екен. Енді осы қошқар мүйізді балалар біз асықпен әдемілеп бейнелейікші кәнекей.
Sarıp buldum. Nereye koyalım?